Бизнесті тұрғызудың нөмірі екінші қағидасы шынайы берілгендік немесе міндеттеме деп аталады. Міндеттеме бұдан бәрі қорқады. Міндеттеме бұған бәрінің аллергиясы бар. Жұрттың бәрі міндеттемеден қашады. Дұрыс па? Қарым-қатынастан бастап бір зат сатып алуда болсын, барлығы да міндеттемеден қашады. Міндеттеме деген сөз бір шешім қабылдап, соған шынайы берілу, айнымас болу. Көп адамдар осыдан қорқады. Бұл адамдағы көп қорқыныштың бірі. Ешкім өзіне міндеттеме жүктегісі келмейді. Бірақ біздің бизнесте шынайы берілмей болмайды. Біздің бизнесте шынайы берілмесең табыс таба алмайсың. Осы бизнесте шынайы берілмесең жаңадан адам тарта алмайсың. Шынайы берілмесең біздің бизнестегі арманымыз өзімізден алыстайды. Алайда сіздер шынайы берілгендік пен міндеттемені анықтап түсінер болсаңыз, тап осыны көп адамдар түсіне білмейді. Шын мәнінде сіздер осы жауапкершілікті сезіне отырып, өзіңізді еркін сезіне бастайсыз. Бұл сіздің бүкіл өміріңізге жалғасады. Сіздердің қаншаңыз таңғы 9-дан кешкі 5-ке дейін жұмыс істейсіздер. Құттықтаймын, жауапкершілік деген осы. Ал егер үйде отырсаңыздар да қолыңызды көтеріңіздер. Мен сізді көруім керек. Яғни сіздер үшін ерте тұрып жұмысқа бару деген жауапкершілік міндет емес пе? Жұмысқа барып үйге қайту, жұмысқа барып үйге қайту, жұмысқа барып үйге қайту. Сөйтіп екі ортада жүріп, жасыңыз 40-тан асқанда талып құлайсыз. Кешіріңіздер, мұны көңілге жақын қабылдамаңыздар. Бұл ақиқат. Осы міндетті кезінде ешқандай шағымданбай мойындарыңызды қалай алдыңыздар? Сөйтіп айдың соңында арзымайтын жалақы алып күлше жейсіздер. Сіздерге жалақы төлеген соң осы міндеттемені жүктеп аласыздар. Бірақ мұны міндеттеме деп айтпайсыздар. Оны жұмыс деп айтасыздар. Сіздер мұны жұмыс деп атап, міндеттемені бүркемелегіңіз келеді. Ал біздің жұмыстар міндеттеме бұл қазынаның кілті. Алайда мәселе мынада. Жаңадан келгендер бизнесті құрудың 8 қағидасын үйретіп жатқан мына жігіт неге міндеттеме туралы айтып жатыр деп ойлап отырған боларсыздар. Ол маған жоспарды айқындап берді, дискіні көрсетті. Икемді жұмысты үйретем деп алып, неге міндеттеме жөнінде әңгіме қозғап отыр дейсіздер. Ол мұнымен қалаған уақытында айналыс. Өзіңді еркін ұшқан құстай сезінгін деген жоқ па? Желілік маркетингтің ыңғайлығы да осында. Ыңғайлық оның икемділігінде, жаһандық тұжырымында. Сіз әлемнің қай жерінде отырсаңыз да онлайн жүйесі арқылы тетікті бір басу арқылы ғаламтордағы біздің компанияның желісіне қосыла аласыз. Сонда да сіздің ұстанымыңыздың айнымастығы қажет. Сіз осы жұмысқа бірінші тартқан адамыңызға көмек көрсету кезінде әңгіме барысында оны сезімдеріне абай болу керек екенін білесіз. Сіздің тартқан адамыңыздың айтқан сөзінің бәрімен бас изеп отырып келсіз. Не себептен? Себебі сіз оның көңіліне қаяу түсіргіңіз келмейді, оған қысым жасамайсыз. Сіз оған қысым көрсетсеңіз, ол кісі бұл бизнестен қашады деп қорқасыз. Алайда бизнесті тұрғызудың бірінші қағидасы арман мен екінші қағидасы шынайы берілгендік. Міндеттемені сіз оның санасына жұмысты бастамай тұрып сіңіруіңіз керек. Сіз мұны істемесеңіз, жоғары тұрған лидер мен төменгі лидердің арасындағы байланыс басынан бастап дұрыс болмайды. Мен өзім осы жұмыста алғаш бастағанда өзімнің жаңадан тартқан адамдарымен отырып, кешіріңіз мырза, сіздің арманыңыз қандай деп сұрайтынмын. Егер менде камера болғанда, олардың сондағы бейнесін түсіріп алатын едім. Олар өздерін басқаша сезініп, мен қалай ақша табудың жолын үйренем десем, сен менің арманымды сұрап тұрсың дейтін. Мен оларға сізге ақша табудың қажеті қанша деп сұрайтынмын. Екінші қағида бойынша, кешіріңіз мырза, осы бизнесте шынайы беріліп істегіңіз келеді ме деп сұраймын. Сіздің осы бизнеспен қаншалықты шынайы түрде айналыса алатыныңызды білгім келеді деп те сауал қоятынмын. Бұл жұмысты қандай деңгейге көтергіңіз келеді? Түсіндіңіздер ме? Сіздер олардан осы сұрақтарды сұрауыңыз керек. Сіздер өте абай болып, бұларды кейін жанамалап сұрауым керек деп ойдан аулақ болыңыздар. Кейінге қалдырмай, бұларды қазір сұрағаныңыз дұрыс, өйткені сіз олардың жауапкершілігін білуіңіз керек. Сонымен қатар, үйде отырып, ойланып, өзіңізде қаншалықты берілгендігіңізді білуіңіз керек. Сонда сізден жоғары тұрған адам сізге қаншалықты күш жұмсау керектігін білетін болады. Мәселен, мен, мысалға, Розари мен Чандабалдасиді алатын болсам, екеуінің шынайы берілгендік деңгейі бірдей емес. Чандабалдаси осы жұмысқа толықтай берілген. Патман, мен осы жұмыс үшін өлуге дайынмын. Мен осы жұмысты беріліп істеймін, бар күшімді жұмсаймын, өлсем де барлығын орындаймын деп тұрса,
Ал Розари болса, дүйсенбі күні білмеймін жоқ, сейсенбі күні жоқ, сәрсенбі күні иә, 2-3 сағат қана. Жұма күні бос емеспін. Сенбі күні 1-2 сағат деп тұрса, түсінесіздер ме? Мен Розари мен Чанда Балидасиді салыстырамда өзімнің бар зейінімді кімге аударуым керек? Әрине, Чанда Балидасиге. Өйткені ол өзіне 100%-ық міндеттеме аламын деді. Розариге көңіл бөлем бе? Иә, бірақ оған салмақ салмаймын, өйткені ол өзіне толық міндеттеме жүктеуге болмайтындығын білдірді. Сол себепті сіз оған, жоқ, сен қазір толықтай айнымас болуың керек деп айта алмайсыз. Әйтпесе сіз төмендегі бір адамнан айырылып қаласыз. Онда былай деу керек: Розари мырза, мен сізбен бірге әріптес болып жұмыс істегеніме қуаныштымын. Сізбен бірге әр сәрсенбі мен сенбі күндері жұмыс істеуге қарсы емеспін. Енді оқыту жайына көшейік. Егер мен Розариге күн сайын келетін болсам, оның шынайы берілгендігіне қалай өзгереді? Ол ұлғаяды. Неге ұлғаяды? Бірінші себеп, ол осы бизнестің мүмкіншілігі мол екендігін көреді. Оның көз алдына барлық жағдай көрінеді. Ол үлкен жиындарға жиі келе бастайды. Ол бірінші чекті көргенде оның берілгендігі одан бетер ұлғая түседі. Мен бұған кепілдік беремін. Күн сайын қолдау көрсете берем. Бір күні ол толықтай желілік маркетингпен айналысуға өтеді. Түсіндіңіздер ме? Өзімнің соңғы бейне бағдарламамда мен сіздерге бұл бизнеспен аптасына 7 күн айналыспасаңыз да болады дегенмін. Мен жексенбі күніңізді отбасыңызға арнаңыз. Қазір мен ресми түрде сөзімді қайтып аламын. Өйткені мен өзім аптасына 7 күн жұмыс істеймін. Күніне 22 сағат. Мен күніне 2 сағат ұйықтасам болды. Соның өзінде жақсы көрінемін. Жарайды, шапалақтамай-ақ қойыңыздар. Үйде отырған адамдар сізге осы үшін ақы төлейді деп ойлайды. Сондықтан керек емес. Жаңа айтқандай, мен аптасына 7 күн жұмыс істеймін. Бұл менің шынайы берілген жауапкершілік деңгейім. Сіздерге де дәл қазір менің деңгейімдегідей жұмыс істеудің қажеті жоқ. Сіздер аптасына 5 күн, 4 күн, 3 күн жұмыс істесеңіз болады. Мұның бәрі сіздің неге қол жеткізгіңіз келетіндігіне байланысты. Егер сіз өзіңіздің жоғары лидеріңізге келіп: Патман мырза, мен желілік маркетингтегі өзімнің бірінші жылымда $1 миллион табыс тапқым келеді десеңіз, $1 миллион. Мен осы кісіге бір күнімді арнаймын. Бір түрлі көрінеді ме? Бір күнімді арнасам, жылына $1 миллион табады. $1 миллион табам десеңіз, ол мүмкін болатын жағдай. Егер сіз аптасына 7 күн, күніне 22 сағат жұмыс істесеңіз, жылына $1 миллион табасыз. Сонда бұған қол жеткізесіз. Түсіндіңіздер ме? Яғни шынайы берілгендік өзіңіздің арманыңызға жеткізетін тура жол. Бұл өз кезегіңізде бизнесті құрудың нөмірі 1 қағидасына қатысты. Егер бір адам менің арманым 10 жылдан кейін велосипед сатып алу деп осы бизнеске бір күнін арнасын, онда оның арманы орындалады. Бұл оның қандай велосипед сатып алатынына байланысты. Егер бұл адам әлемді өзгерткім келеді десе, ананы мынаны аламын десе, оған кешіріңіз мырза, сіздің қасыңызға отырып ашық сөйлесейін. Бұл бизнес. Бұл бизнестің жұмыс кестесі екенді. Өйткені ол сіздің кәсібіңіз, бірақ сізден жоғары тұрған лидеріңізге айтыңыз. Ол оның міндеті. Сіздің шынайы берілгендігіңізді барынша көтеруге тырыссын. Барлығы да сіздің уақытыңызды қалай тиімді пайдаланғаныңызға байланысты. Міне, міндеттемеге берілгендік деген осы. Сонымен бірге өзіңізге деген міндеттемеңіз бар. Менің айтайын дегенім, сіздің өсуіңіз. Сіз осы салада тұлға ретінде өсуіңіз керек. Сіз әрбір жұмыс барысында өсуіңіз керек. Сіздің ойлауыңыз, іс-әрекетіңіз, стиліңіз өсіп дамуы керек. Сіз өзіңіздің ойлау қабілетіңізді миллионерлердің менталитетінде етіп өзгертуіңіз қажет. Сіз қалай өспексіз? Үйде отырып гүл өсіріп пе? Жоқ. Сіз айналаңыздағы адамдармен бірге өсесіз. Сіз осы бизнесті құрып, лайықты дәрежеге көтерілген адамдардың жағымды күш арқасында өсесіз. Яғни, сіздің өз кәсібіңізге нөмірі 1 шынайы берілгендігіңіз керек. Сіз осыған қанша уақыт жұмсайсыз? Әрбір желілік маркетингпен айналысатын адам осы бизнеске орташа есеппен аптасына өзінің 3-4 күнін арнауы керек. Осыған келісесіз бе? 3 жылда өте жақсы жетістікке жеткісі келетін адам аптасына 7 күнін арнауы керек. Мен отбасыға көңіл бөлу керек екенін түсінемін. Мен осы уақытта Багам, Фиджи, Бали, Париж, Лондонда өткізгім келеді. Күнделікті өмірдегідей әкелері телевизор көріп, аналары асханада тамақ әзірлеп, балалар ойын ойнап отырғандай емес. Бұл отбасымның дәстүрлі күнделікті өмірі. Келісесіз бе?
дамуға деген айнымас ұстаным деген жиындарға бару, оқу, Викон конференцияларына бару, Рефконс, Джанго, Тримотивез, Фатфайндерс секілді топтардың лидерлерінің әңгімесін тыңдауға жауапкершілігіңіз болуы керек. Бұл топтар өзге әріптестерінің көмектері арқасында жаңа деңгейге шығып жатыр. Есіңізде болсын, сіз осы бизнесті бастаңыздар, 5 жылдан кейін басқа адам болып өзгересіз. Өйткені сіз басында 2 адамды шақырасыз, оларға қолдау жасайсыз. Өте оңай. Егер де сізге 2000 адамға қолдау жасау керек болғанда, сіз баяғы 2 адамға қолдау көрсететін адам болып қала алмайсыз. Сол себепті сіздің өсуіңіз керек. Яғни, екінші бөлімдегі міндеттеме сіздің өзіңізге деген жауапкершілік болып табылады. Өйткені өз біліміңіздің деңгейін жоғарлату үшін сізге өсу керек, жаңа нәрселерді білу керек. Сондықтан сіз оқу курстарына баруыңыз керек. Сіздер маған, Патман, мұныңыз жақсы ой екен деп айта алмаймын. Кітапты үйде де оқи аламын дейтін боларсыз. Ал мен сізге айтайын, ешбір кітап аудиторияда барлығы бірге отырып пікірталаса оқығандай күш-қуат бере алмайды. Түсінесіздер ме? Еш нәрсе де сізге осындай ықпал бере алмайды. Машықтану рухы бір адамды біріктіретін күш. Мұнымен келісетін шығарсыздар. Сондықтан бизнесті құрудың нөмірі 2-ші қағидасы ол шынайы берілу. Жаңадан шақырылған адаммен бірге отырып, осы бизнесті дамытуға сіз өзіңіз қандай үлес қосқаныңыз жөнінде айтыңыз. Онымен ашық сөйлесіңіз, бірақ абай болыңыз. Егер ол 2 күн десе, сіз ой 2 күн жеткіліксіз деп айтпаңыз. Олай болған жағдайда ол кетіп қалады. Оған басында осы бизнеске өзінің шынайы берілгендігін білдіруге, өз деңгейіне қарай үлес қосуға мүмкіндік беріңіз. Солай ете отырып, оны үнемі алға ұмтылуға итермелеп отырыңыз. Оның шынайы берілгендігі мен деңгейін жоғары, одан да биікке көтеруге үнемі ықпал жасаңыз. Сіздің осы бизнестегі жауапкершілігіңіз күн өткен сайын өсіп отыруы тиіс. Және ешқашан төмен кетпеңіз. Мұнымен келісесіз бе, жоқ па? Яғни нөмірі 2-ші қағида өзінің өсуіңе шынайы берілгендік. Міндеттеме бұл Вей компаниясы өткізіп отыратын машықтану дәрістеріне қатысып отыру. Бұл әсіресе Викон, Рефконс компанияларының дәрістеріне қатысты. Онлайн байланысында болыңыз, тіркеліңіз, дәрістерге қатысыңыз. Мүмкіндігінше көбірек білуге тырысыңыз. Өзіңізден жоғары тұрған лидеріңізбен жиі кездесіңіз. Олардың білім мен лидерінің сабағына қатысыңыз. Лидерлердің жиынына қатысудың сізге берер пайдасы мол. Сол арқылы өзіңіздің күннен күнге меңгеріп келе жатқаныңызды байқайсыз, сезінесіз.